Ассалаумағалейкум. Орта салмақта өнер көрсететін қазақ профиі Жәнібек Әлімханұлы өткен аптада WBO-дан уақытша чемпиондық белбеушіні кездесу алған болатын. Ол 21 мамыр күні британдық проспект Дэнни Дигнуммен кездесу өткізеді. Бұл сынға дейін әлі бір айдан аса уақыт бар, бірақ қазақ стайл дәл қазір алыстан орағытып жүрген жайы бар. Ол твиттердегі парақшасында келесі жылы орта салмақта абсолютті чемпион атанамын деген пікір айтты. Жақында мен WBO-дан чемпион атанамын, ал күзде Чарломен бокстасқым келеді. Келесі жылы менде 4 белбеу болады. Бұл түсім емес, бұл мақсатым. Мені аса танымал емес боксшылар қызықтырмайды. Енді топ ранг маған үлкен кездесулер береді деп үміттенемін деп жазды қазақстандық. Мұнда біз түсінбейтін бірнеше сұрақтар туындап отыр. Біріншіден WBO чемпиондығы туралы. Ол чемпион атанамын деп отыр. Мұнда Андраде белбеуді босатады деген үмітпен жазған болуы керек. Бірақ бұл әлі шешілмеген сұрақ. Сондай-ақ келесі жылы абсолютті чемпион боламын дегені тіптен Геннадий Головкиннің бақшасына тасталған тас па? Жәнібек мансабым барысында ешқашан Головкинмен жекпе-жекке шықпаймын деген болатын. Ал абсолют атану үшін Triple G еншісіндегі белбеулерді алу керек қой. Мұнда Жәнібекте екі болжам бар секілді. Біріншісі Геннадий Риота Муратадан ұтылып орта салмақтағы чемпиондығынан айырылады. Ал Жәнібек Андраде белбеуді босатқан соң күзде Чарлоны ұтып алады. Сосын келесі жылы Риотаны жеңеді. Осылайша бар белбеуді бір басына жинап алмақ. Ал екінші сценарий Triple G Муратаны ұтады да орта салмақтағы белбеулерін вакант етіп, трилогия үшін супер орта салмаққа кетеді. Бос қалған атақтарда Жәнібек тағы да жинап алмақшы. Мұнда аздап түсініксіздеу әрине. Ал Геннадий Муратаны ұтып, сосын белбеуді өзінде қалдырып, супер орта салмақта бір кездесу өткізіп, қайта орта салмаққа түссе қайтпек? Қазақ профи боксының көшбасшысына шақырту тастайды ма? Әзірге Жәнібектің ойында не барын біле алмадық. Дегенмен бұл батыл мәлімдеме. Керек десеңіз, Твиттердегі сол жазба астында қазақтар емес, басқа ұлт өкілдері де Жәнібектен Геннаға сес көрсетпексің бе? Қалайша онымен жекпе-жекке шығасың? Ондай болмайды деп едің ғой деген пікірлерін айтуда. Жақын күндері бұл пост бойынша Жәнібектің командасы түсініктеме беретін шығар, әйтпесе тым түсініксіздеу болып тұр, әсіресе Triple G-ге қатысты. Ал бұл аралықта Головкин күншығыс еліне келіп жаттығу жұмыстарын жетілдіруде. Өздеріңізге белгілі, бүгін кездесу аптасы басталды. 9 сәуір күні ол жергілікті былғар қолғап шебері Риота Муратамен жұдырықтасады. Бәске 3 белбеу тігілген. Бұл Геннадий үшін бірінші ретте коммерциялық тұрғыдан өте тиімді кездесу. Мансабын соңында Жапонияда кеш өткізуге келісім беруде содан. Дегенмен, алдағы сынға қазақ боксшысы жан-тәнмен дайындалуда, жеңілемін деп бармайтындығы анық. Оның үстіне әлемдік сәуегейлер де осында 40 жастағы Triple G жапониялықты сенімді жеңеді деген болжамдар жасап жатыр. Геннаның өнер көрсетуін біз өткен жылдан бері көрмедік. Соңғы рет ол польшалық Камил Шереметамен шығып нокаутпен ұтқан болатын. Муратада анау айтарлықтай мықты емес. Иә, ода чемпиондық белбеу бар. Бірақ ол уақытша чемпион болып тұрып, нағыз белбеу бос қалғанда оны еншілеген болатын. Жалпы есте қалар жекпе-жектерінің бірі Роб Брандқа қарсы өткізілген. Иә, сол Жәнібектен оңбай ұтылған боксшы ғой. Демек, біз оның әлі мұндай деңгейлік кездесулерге шықпағанын білеміз. Головкин туралы материалдарымыздың сериясы арнада осы апта бойы жалғасады. Алдағы күндерден жаңалық күтіңіздер. Ал енді тағы бір жаңалық. Ол жеңілмеген аса ауыр салмақтағы профиіміз Иван Дычкоға қатысты. Рингте 11 кездесу өткізіп, барлығын нокаутпен ұтып алған ол келесі кездесуін 16 сәуір күні өткізеді делінуде. ақш-тың Теннесси штатындағы Мерфрисборо қаласында ол жергілікті былғары қолғап шебері Дэниел Марцпен жолығады. Кездесу 10 раундтан тұрады. Қарсыласында кәсіпқой рингте өткізген 31 кездесу бар екен. Оның 20-сын ұтып алған, 17-сын нокаутпен, 10 кездесуде ұтылған, бір жекпе-жегі тең аяқталған. Соңғы рет Дычко өткен жылдың 18 желтоқсанында Астанада кездесу өткізіп, ресейлік Александр Устиновты нокаутқа жіберген болатын. Дычко қазіргі сәтте ақш-тың Флорида штатында дайындық жұмыстарын жүргізуде. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.